Сәлеметсіңдер ме, балалар? Бүгінгі сабақта біз сендермен қайталау сабағын алып отырмыз. Пәні сауат ашу. Бүгінгі сабақтың оқу мақсаттары сөздегі дыбыс түрлерін ажырату және дұрыс дыбыстау. Сөздердің буынынан тұратынын түсіну және сөздегі буын санын анықтау. Сөз, сөйлем сызбасын оқу және құрастыру. Сөйлемдегі бас әріптен бастап сызылып, сөйлем соңында тиісті тыныс белгілерін қою. Бүгін балалар біз сендермен саяхатқа шығамыз. Саяхатта біз кемемен шығатын боламыз. Балалар, кемемен шықпақшы болсақ, онда бізге не керек болады? Әрине, карта керек болады. Алдарында сауат ашу әлемінің картасы. Біз осы карта арқылы бірнеше елді мекенге тоқталамыз. Бірінші ел әріптер және дыбыстар елі, екінші буын елі, үшінші сөз елі, төртінші сөйлем елі не келіп тоқталамыз. Ал енді жол сапарға аттанайық. Балалар, біз сендермен келіп жеткен еліміз ол әріптер және дыбыстар елі. Артық әріпті сыз. Іштерінен оқып алыңдар. Оқып алғаннан кейін енді артық әріпті сызамыз. Дұрыс айтасың, бірінші сөзде ғ әріп артық. Екінші сөзде р әріп артық. Үшінші сөзде в әрпі артық. Жарайсыңдар балалар. Ал енді осы аталған сөздерде бірінші сөзде неше әріп, неше дыбыс бар? Дұрыс айтасыңдар. 3 әріп, 3 дыбыс бар. Екінші сөзде дұрыс айтасың. 2 әріп, 2 дыбыс бар. Үшінші сөзде 4 әріп, 4 дыбыс бар екен. Жарайсыңдар балалар. Бұл тапсырманы орындап шықтыңдар. Ал енді есімізге түсіріп көрейік. Дыбыс дегеніміз не? Әріп дегеніміз не? Суретке қарап айтуға да болады. Дұрыс айтасыңдар. Есімізге түсірсек, онда дыбысты біз естиміз, айтамыз. Әріпті біз көреміз және жазамыз. Жарайсыңдар балалар. Келесі, ішінде сыртында стратегиясын қолдана отырып, қоржындарды қызыл түсті қоржынға дауысты дыбыстарды ішіне саласыңдар. Ал көк қоржынның ішіне дауыссыз дыбыстарды сыртына теріп айту керек. Уақыт кетті. Теріп алдық па? Жарайсыңдар. Кәнекей бәріміз бірге тексеріп көрелік. Дауысты дыбыстар қызыл қоржынның ішінде А, Ә, Е, Ё, И, О, Ү, У, О, Ү, Ү, Ә, Ю, Я. Дұрыс болып шықты ма? Жарайсыңдар балалар. Келесі, көк қоржынның сыртындағы әріптерді терейік. Б, Б, Г, Ғ, Д, Ж, З, қысқа И, К, Қ, Л, М, Н, Ң, П, Р, С, Т, Ф, Х, Х, Ц, Ч, Ш, Ш. Жарайсыңдар балалар. Тамаша, өте жақсы. Келесі еліміз бұл буын елі. Буын елінде адасқан буындар бар екен. Сол буындардан біз сөз құрастыруымыз керек. Мұқият қараңдар. Берілген буындар шашылған. Ал кіріселік. Тексердік пе? Ал енді оқимыз. Дұрыс айтасыңдар. Бірінші қалам деген сөз шықты. Неше буын? Буынға бөлейік. Қалам. Дұрыс айтасың, 2 буын. Келесі сөз. Кітап. Қандай сөз шықты?
Кітап деген сөз шықты. Жарайсыңдар, буынға бөліп көрейік. Кітап. Дұрыс айтасың, 2 буын. Келесі сөз дәптер. Тамаша, буынға бөлейік. Дәптер. Неше буын? 2 буын. Жарайсыңдар, тамаша орындап шықтыңдар. Келесі еліміз ол сөз елі. Мұқият қарайық. Сөз жұмбақ берілген екен, тапсырмасы. Берілген сөздерді орысша сөздер екен, сонан қазақшаға аудару керек. Бірінші сөз день, екінші сөз трава, үшінші сөз праздник, төртінші сөз птицы, бесінші сөз подснежник, алтыншы сөз май. Ал уақыт кетті. Жарайсыңдар балалар, тексеріп көрелік. Дұрыс таптыңдар. День, күн, трава, шөп, праздник, мереке, птицы, құстар, подснежник, бәйшешек, май, мамыр. Жарайсыңдар балалар. Бұл тапсырманы орындадыңдар. Мен сендерге өте қуаныштымын. Келесі ребусты шешіп көрейік. Суретке қарап, суреттерді бір-біріне қосып, сөз шығару керек. Қарап алдық па? Ал енді айтып көрейік. Дұрыс айтасыңдар. Ай, гүл деген сөз шықты. Екіншісінде гүл, нұр, тамаша. Үшінші сөзде гүл, сын сөзі. Жарайсыңдар балалар. Бұны да мүдірмей орындап шықтыңдар. Келесі елге саяхат жасаймыз. Бұл ел сөйлем елі деп аталады. Балалар, сөйлем қалай жазылады? Дұрыс айтасыңдар, бас әріппен жазылады. Ал сөйлемнің неше түрі бар? Тамаша, 3 түрі бар екен. Хабарлы, сұраулы, лепті сөйлем. Жарайсыңдар, ал суретке қарайық, сурет бойынша сөйлем құрастырайық. Ойланып болдық па? Жарайсыңдар, ал кіріселік онда. Ағаш, бүршік, жарды. Жарайсыңдар, бұл хабарлы сөйлем. Балалар, арамен, ағаш, кесті ме? Бұл бізде сұраулы сөйлем. Жарайсыңдар балалар. Келесі сөйлемге мұқият қараңдар. Балалардың қолында сіреңке бар екен. Дұрыс айтасыңдар. Қандай сөйлем шықты? Сіреңкемен ойнама. Дұрыс айтасыңдар, бұл лепті сөйлем. Тамаша балалар. Есімізге түсіріп алдық. Ал енді осымен сауат ашу әлемінің картасының соңғы елінен тапсырмаларын орындап шықтық. Өздерің көріп отырғандай, біз кемемен біраз жерді аралап шықтық. Барлықтарыңызға жауап бергеніңізге көптен көп рахмет. Біз енді сауат ашу еліне келдік. Рахмет сендерге. Сау болыңыздар.